Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 30 ноябрь 2023 жыл. Ертең бұйырса декабрьдің бірі, яғни бүгін күз айының соңғы күні, ертең қыстың бірінші күні басталады. Күн нормально болып тұр. Жалпы кешеге қарағанда, кеше күн шықпай тұр еді, бүгін күн шығып, сәл де болса бір күн жылылау болып тұр. Бірақ салқын, енді біздің жақ үнемі желі болып тұратын болғаннан кейін өте салқын болады, қара суық біздің жақта. Енді бүгінгі айтқым келгені ол емес, жалпы алдында үйдің сыртына пенопласт жапсыртып жатырмыз деген видео шығардым. Бүгін енді сол пенопластты бітірді, яғни үйдің сыртын бітірді. Көріп отырғандарыңыздай сол туралы болады видео. Кеше бітірді негізі, яғни жұмыс кеше бітті. Бірақ жаңағыдай қол бос болмағаннан кейін видео түсірген жоқпын. Бір жағынан настроениеде болған жоқ. Негізі әбеттен кейін бітірді. Түсінгендеріңіздей видео осы тұрғыда болады, яғни үйдің сырты туралы болады. Сосын айтпақшы, егер де менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отыруларыңызды сұраймын. Сосын міндетті түрде осы видеоны соңына дейін мұқият қарап, енді мұқият қарай алатын болсаңыздар, менің айтқан сөздерімді тыңдай алатын болсаңыздар, сосын барынша видеоны таратып бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Видео көңілдеріңізден шыққан болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, көңілдеріңізден шықпаса, дизлайк баса берулеріңіз де болады. Сосын міндетті түрде ойларыңызды комментарийға жазып отырыңыздар. Міне қоймады ғой. Мынақта мынандай біреу жүр, ырылдап жүр. Адам қаншып болды. Ақтөс ойнағысы келіп жүр, біздің ойнайтын уақытымыз жоқ. Кетші мынау. Үріп қояды ғой. Адам қаншып. Міне мынандай нәрсе үйдің сыртын бітірді. Яғни алдында осы туралы видео салдым, негізі пенопластпен қаптатып атырмыз деген. Бір кісі жазып кетті, енді онша оққан жоқпын, себебі енді дұрыс оққан жоқпын. Не нағыл деген ау деймін, жаңағыдай пеноплекс қой мынау бірдеңе деген сияқты ау деймін. Енді мен оны оқып отыратын уақытымда болған жоқ, сондықтан ешқандай жауапта қайтарған жоқпын, себебі уақытта жоқ болып қалды. Яғни оқудың өзіне нағыл деп жазғанда түсінбей қалдым, просто пенопласт емес, пеноплекс қой деген сияқты комментарий жазған екен. Пеноплекс, яғни енді сыртында ол пеноплекс деп тұр, енді өзі бәрібір материалы пенопласт қой, қалтқы, қазақша айтқанда. В общем, міне мынандай үйдің сырты. Мынаны қандай түстесек болады? Морковный түс дей ма, сәбіздің түсі. Міне мынандай. Осындай енді үйдің несін, жаңағы мына нелерін, фундаментті қараға бояу керек. Бұйырса қарамай алып, үйдің жан-жағын бүйтіп айналдырып қаратып көрсетіп шығайын. Сосын үйдің несіне сатып алу керек, енді бұйырса төрт жағынан су, төрт жағынан ағатын. Міне қоймады ғой, қойшы шей. Қанша ет. Қойшы. Ойнайтын уақыт жоқ, видео түсіріп біздер. Сосын енді үйдің ішін көрсеткім келіп тұр. Егер де жаңағыдай не болатын болса да, вариант болатын болса, үйдің есігі ашық болған болса, үйдің есігі жабық тұр екен қазір. Жалпы үйдің ішінде қандай өзгерістер болады, сол туралы көрсетейін деп едім ғой, братла. Жалпы айтқанда үйдің сырты осындай болды. Сосын үйдің сыртын 230-ға істеді.
Сосын айтпақшы, мынандай да нелер бар екен ғой. Үйдің сыртына азғандай пенопласт жетпей қалды деймін. Пенопласт сатып алды. Білмеймін енді қаншасын сатып алғанын. Сосын не жетпей қалды тағы да. Бір 5-6 мешок не жетпей қалды. Клей жетпей қалды. Көп адам емес, енді 1-2 адам комментарий жазған. Немен отырғызып жатсыңдар, пенамен ба деп естіген екен да. Жоқ, пенамен емес, кәдімгі немен, гребокпен. Гребок болғанда енді мен өзім гребок деп жүрмін. Оның аты негізі гребок емес екен, басқа бір нәрсе екен. Сонда мен отырғызды. Сосын жаңа айтқандай клей жетпей қалды. Яғни бірінші пеноплекстің өзі, содан кейін не пеноплекстің өзін қандай гребок сияқты нәрсемен отырғызады. Сондай гребок ондай жетпей қалды. Біраз жетпей қалды енді. Мына жерде бар ма екен? Мынау соның несі шығар, пакеттер шығар. Гребоктың пакеттер шығар. Сонда жетпей қалды. Сосын клей жетпей қалды. Мына жерде мына артық қалыпты. Бір штук алыпты. 5-6 жетпей қалды деп алып келді. Қайтадан бір азғантай алып келді. 5-6 болмас, ондай алып келді. Енді содан бір мешок қалған екен. Бір емес, даже 1,5 мешок қалған екен. Сосын мына неден, мынау уже дождик деген нәрсе. Білетін шығарсыңыздар оны. Дождиктің нешесі болды екен. Енді ұмытып қалып тұрмын. Түсірген кезде где-то 50 штук болу керек. Мына клейден де 50 штук. Сосын мына дождиктен де 50 штук болды. Дождиктен біраз қалған екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук. Сосын мынандай азғантай қалған. Неден де азғантай қалыпты? Не? Сетка. Сеткаден де азғантай қалған. Сетка алынған жоқ. Дождик алынған жоқ. Не алынды? Яғни бірінші алғанымыздан жаңағындай. Енді олар да білмейді ғой. Бірақ негізі дұрыс есептесе, нені шығарып беретін шығар деп ойлаймын да, материалды. Мынандай материал кетеді деп. Бірақ дұрыстап есептеп бере алмаған. Мынадан азғантай жетпей қалды. 5-6 мешок. Одан енді азғантай қалыпты. 1,5 штук. Сосын неден мынау үстіне сөйтіп тастағансың ба, не істегенсің? Мына жерде бір емес 2 пеноплекс қалған екен. 2 бүтін пеноплекс қалған. Сосын қалғандардың бәрі соғу жоқ. Яғни түсінгендеріңіздей осындай заттар қалып қойды, материалдар қалып қойды. Азғантай енді көреміз. Ана жердегі нелер, клейлерді OLX арқылы сатып жүреміз бе, немесе алған жерімізге апарып тапсырып тастаймыз ба, оны көреміз. Сонымен үйдің ішінде қандай өзгеріс болып жатыр, сол туралы көрсетіп жүрейін. Жалпы үйдің ішінде бір көрсететіндей ешқандай да өзгеріс болып жатырған жоқ, бірақ мынандай нәрселер істелген екен. Есікті треп қоятын нәрсе, яғни есікті ашқан кезде есікті былай тіркеп треп қоюға болады. Есіктің мына жеріне қатырған екен, мынандай нәрсе. Сосын мынандай нәрсе. Есікті не істеген кезде бүйтіп жабысып қалады. Сквозняк дейді, яғни бір үйдің ішінде форточкалерді ашып қойған кезде жел болады ғой. Сол кездерде есік жабылып қалмас үшін жақсы зат екен мына нәрсе. Ой, міне. Кәдімгі күшпен тартқанның өзінде зорға не істеледі екен. Барлық есіктерде бар. Міне, өте керемет. Барлық есіктерде бар. Мына есікте бар, мына залдың есігінде бар, мына кішкентай бөлменің есігінде бар. Тек просто неде жоқ, туалет ваннаның есігінде жоқ. Сосын үйдің іші өртеніп тұр. Өте керемет болып тұр. Мына жерге кіріп келген кезде кәдімгідей жылы ауа ұрып тұр. Өте керемет болып тұр.
мына есіктің тұтқаларын ұстаған кезде мына темірлер ғой кәдімгідей жып-жылы болып тұр. Есіктің тұтқаларына дейін жып-жылы болып тұр ғой. Мына бөлмеге кіру, мына бірінші үлкен зал ғой мынау. Бірінші үлкен зал. Кірген кезде кәдімгідей мына жерде кіру, отыру мына жерде невозможно деп айтуға болады енді. Андай үстіңе қалың киім киіп алып жүру мүмкін емес. Мысалы үшін жемпірмен жүрген болсаң, гамажбен жүрген болсаң, мүмкін емес. Отыру, жүру, тіпті жатудың өзі невозможно деймін. Яғни мүмкін емес. Өртеніп тұр. Мына жерден кәдімгідей өртеніп тұр. Базар жоқ. Котел соған қарағанда көтеріп қойған сияқты, төтке қойып қойған шығар деп ойлаймын. Себебі төтке қоятын болсақ, үйдің іші осындай болып тұрады. Мына жақта жанып тұр екен. Мына жерде аз-маз жұмыстар жасалған сияқты. Мына жерде пепси қалып қойыпты. Сонымен бүгінгі көрсеткім келгені осы, яғни бар жаңалығым осы, үйдің сырты бітті. Енді Құдай білсін қашан кіретініміз, енді жақында кіретін шығармыз. Себебі мына жерде нелерді де сүртіп бастаған сияқты. Батареяларды. Мына батареяларда жанып тұр екен. Кәдімгідей болып тұр екен. Базар жоқ. Қашан кіретініміз белгісіз, енді үйдің ішін тазалау керек. Барлығы нормально болады сол кезде. Сосын уже үйдің ішіне тағы да бір анау-мынау заттар алу керек шығар. Сосын туалет ваннаның жағдайы әлі баяғы сол күйі қарап тұр. Бұл жерде кәдімгідей жанып тұр. Мына жер шашылып жатыр. Бұл жерде енді жалпы алдында айттым, бұл жерге ремонтты, кафель анау-мынау нәрселерін өзіме жаймен жасай керек деп айттым. Енді ол қаншалықты іске асатын нәрсе, оны біле алмадым. Жалпы істейді деп айтты. Не істейтін болсақ, кафель алатын болсақ, кафельдің өзі өте қымбат екен, жалпы қымбат нәрсе ғой. Кафель клей арзан болғанмен, кафельдің өзі қымбаттау болатын шығар. Мына жердің почти барлық қабырғаларына кафель керек болатын шығар. 3-4 ай болса да, жаңағындай осы кішкентай екі қуықтай нені өзіміз істейтін шығармыз енді. Көреміз. Бірақ енді мынаны күтіп жүрмейміз ғой. Туалет ваннаның ремонты жоқ. Мынау демейміз. Үйдің ішіне кіре беретін шығармыз жаймен, себебі бөлмелер дайын тұр ғой. Көреміз енді алдағы уақытта қалай болады. Оны бір Құдай біледі тек қана. Сонымен видеоны осы жерден аяқтағым келіп тұр. Хабар осындай. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып отырыңыздар, ұнамаса дизлайк басып отырыңыздар. Ойларыңызды алып қосар ақылдарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып отырыңыздар. Сосын видеоны әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы достарыңызбен немесе тағы да басқа адамдармен бөлісіп, таратып отыруларыңызды сұраймын. Сонымен келесі видеода кездескенше.